Астаналық тұрғын баласының есімін қалауынша жаздырамын деп табанынан тозды. Салтан Сәкен нәрестенің куәлігіне қосарланған есімді дефис арқылы жаздырмақ болған. Бірақ халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары рұқсат жоқ деп арызын кері қайтарыпты. Өз құқы үшін соңына дейін күрескен азамат ақыры дегеніне жетті. Адам есімін сызықша арқылы жазуға ешбір заңда тыйым салынбаған екен. Рәбия Бегім есімді нәрестенің әкесімен Әсем Қабылбек кездесіп қайтты. 10 күн бұрын дүниеге келген қызына Салтан Рәбия Бегім есімін берген, бірақ қосарланған есімді куәлікке дефиспен бөліп жаздыру қиынға соғып отыр. Ол осы үшін күн сайын халыққа қызмет көрсету орталығының табалдырығын тоздырып жүр, бірақ мұндағылардың бір ғана жауабы бар. Баламның есімін, екі есімнің ортасына дефис қойын деп едім. Неге болмайды? Болмайды, заңы бойынша қарастырғанда аны болмайды деген. Дефис қойылған. Яғни ЗАГС айтты ма оны? ЗАГС заңда жазылған. Неке және отбасы заңнамасының 63-ші бабында балаға бөлек жазылған қос есім беруге болады делінген. Тек екі аттан аспауы тиіс, бірақ сызықша туралы ештеңе жоқ. Кодексті бүге-шүгесіне дейін оқыған Салтанның айтуынша қосарланған зат есім екі түбірден жасалып сызықша қойылуы керек. Хал актілерін жазатын мамандарда оның бұл талабын жоққа шығармады. Қызымның есімі Рәбия Бегім. Рәбия арасына дефис Бегім деп жасайын деп өтініш жазғанымда олар дефис қойылмайды деді. Бізде сондай жарлық бар деді. Неке және отбасы туралы еліміздің кодексінде онда ешқандай тыйым көрген жоқпын. Бізге арыз түскенде соннан. Біз, допустим, азамат қалай арыз толтырды, сол бойынша біз тіркейміз баланы. Сондықтан сіз бізге келіп айтсаңыз, естественно, біз сізге айтамыз, да, можно. Поэтому это допускается. Ұзақ айтыстан соң оның қызына куәлік қайта беріліп, Рәбия Бегім есімі бөлек әрі сызықша арқылы жазылатын болды. Ол үшін әйелін ертіп, ахат бөліміне барса болғаны. Не себепті халыққа қызмет көрсету орталықтары қосарланған есімдерге рұқсат барын білмейді. Не себепті ахат бөлімі халыққа қызмет көрсету орталықтарына ескертпеген. Мен осы толғандырады, себебі көп адам өзінің баласына сүйікті есімін қоя алмай, қол сілтеп, бас шұлғып кетіп жатқандар да бар. Халыққа қызмет көрсетуде жеңілдету үшін құрылған осы орталықтар мен мемлекеттік мекемелер арасында туындаған түсініспестік жалғыз бұл емес. Сондықтан журналист Салтанның айтуынша, мамандардың заңдарды білу деңгейін тағы бір сүзгіден өткізу артық болмас. Әсем Қабылбек, Ербол Дайыров, Еуразия бірінші арнасы.